Құрметті тыңдарман, арнамызға қош келдіңіз. Бүгінгі ұсынылып отырған өмірлік оқиға төзім мен батылдықтың, ар-намыс пен жаңа бастаманың шынайы көрінісі. Әрбір адам өз бақытына лайықты. Олай болса, видеоның соңына дейін тыңдап, өз ойыңызбен пікірде бөлісе кетіңіз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Түнгі сағат 1. Үйдің іші тас қараңғы. Тек қонақ бөлмедегі теледидардың өшіп жанған сұрғылт жарығы ғана қабырғаға қобыжық сияқты көлеңке түсіреді. Сыртта қарашаның қара суық жаңбыры тынымсыз сіркіреттеп тұр. Әйнекті ұрғылаған тамшылардың үні жүректі сыздататындай. Ақнұр ауыр сөмкелерін жерге түсіріп, кіреберістегі ілгішке сүйенген бойы қозғала алмай тұрып қалды. Екі аяғы зырқырап, бел омыртқасы үзіліп бара жатқандай сыздайды. Таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін сұлулық салонында аяғынан тік тұрып шаш қиды. Одан кейін түн жарымына дейін шағын маркеттің есеп қисабын түгендеп тауар қабылдады. Денесі ғана емес, жаны да сілесі қатып шаршаған еді. Ол аяқ киімін әрең шешіп, қонақ бөлмеге қарай аяңдады. Диванда шалқасынан түсіп, қолындағы телефонын төбесіне көтеріп алған Қайыржан жатыр. Телефон экраннан шыққан түрлі түсті жарық, оның сақал мұрты өсіп кеткен, шашаудан көрі, енжарлық торлаған жүзіне түседі. Құлағында наушник. Жандағы кішкентай үстелде кешегі ішілген шайдың дағы, желінген шұжықтың қабығы, жартылай желінген нанның қиқындары шашылып жатыр. Ақнұрдың кіргенін сезсе де, Қайыржан басында көтерген жоқ, тек көзін экраннан ажыратпаған бойы. Келдің бе? Неге кешіктің? Аштан өлетін болдың ғой. Үйді жейтінде ештеңе жоқ, деді. Дауысында кішкентайда өкініш немесе аяушылық нышаны білінбей. Ақнұр үнсіз қатып қалды. Тамағына өксік тығылды. Көзіне жас лықсып келді де, кері лықсып кетті. Осыдан 6 жыл бұрын осы азамат, сені алақанда аялап өтпейтін болсам, еркек атым өссін. Сен тек бала бағып, үйдің гүлі болып отырасың деп ант-су ішпеп пе еді. Соңғы 2 жылда ол уәделердің күлі ауаға ашты. Қайыржан басында компания жабылып қалды деді. Кейін маған лайықты жұмыс жоқ, бәрі арзан айлық ұсынады деп сылтауратты. Ал соңғы 6 айда жұмыс іздеуді де қойды. Күндегі тірлігі, таңға жуық ұйықтау, түсте тұру, диванда жатып телефон шықлау, ойын ойнау, әлеуметтік желідегі саясатты талқылау. Басқа ештеңе жоқ. Қайыржан, деді Ақнұр, дауысы дірілдеп. Мен 2 жұмыста қатар жүрмін. Мен де адаммын ғой. Ең болмаса үйдегі ыдысты жуып, мына сынған орындықты жөндеп қойсаң болады ғой. Осы үйдің еркегі сен емессің бе? Қайыржан телефонын диванға лақтырып тастап отырды. Бет әлпеті тыржиып, ренжіген адамның кейпіне енді. Бастадың ба ескі әніңді? Мен не, далада қыдырып жүрмін бе? Ойланам, басым қатып кетті. Жаңа проект ойлап тауып, аяққа тұрып кетейін деп жатырмын. Азғантай шыдасаң нең кетеді? Бірден міндет қыласыңдар осы. Ер азаматтың еңсесін түсірмей, қолдаудың орнына күнде айғай шу. Ақнұр үстел үстіндегі шарқылып жатқан заттарды көріп, терең күрсінді. Оның сөз таластыруға да, жылауға да әлі қалмаған еді. Тағы да сол бұрынғы сценарий. Қайыржан өзін кінәлі сезінбеудің шеберіне айналған. Ол ас үйге өтіп кранды ашты. Судың сырлымен бірге іштей боздап, жылап жіберді. Қай жерден қателестім? Жатып шер байымды асырап жүргенімді қашанғы жасырамын? Қашанғы шыдаймын? Неге бәрін жалғыз сүйреп келем? Деген сұрақтар миын жегідей жеп жатты. Ал қонақ бөлмеден қайтадан телефон ойынның дыбыстары естіле бастаған еді. Ас үйдегі краннан аққан судың дауысы Ақнұрдың өксігін жасырғандай болғанымен, жүрегіндегі ащы өкінішті жуып шай алмады. Беті қолын суық сумен жуып, орамалға жүзін басты. Жанары оттай қарып бара жатты. Жатып шер, күйену мына кейпін көрген сайын, ойы еріксіз өткен күнге, осыдан 6 жыл бұрынғы бейуақытқа орала береді. Ол кезде Қайыржан мүлде басқа адам еді. Жігерлі, көзінде оты бар, болашаққа үлкен жоспарлар құратын өжет жігіт болатын. Ақнұрдың соңынан 1 жыл бойы қалмай жүріп, көңілін тапқан. Әлі есінде, суық аязда Ақнұрдың жұмыстан шығуын сағаттап күтіп, қолына ыстық кофе мен кішкентай шоқ гүлді ұстататын. Ақнұр, сен менің шаңырағымның қазығысың. Сені ештеңеден таршылық көргізбеймін. Тек аман болсаң болды. Қалғанның бәрін өзін табан, дейтін ол сенімді үнмен. Сол сөздерге сенді, сол уәделерге үміт артты. Тойда да, елдің алдында да Қайыржан өзін нағыз азамат, отбасының тірегі ретінде көрсеткен еді. Ал қазірше,
Арада өйткен бейткенше 6 жыл өтті. Сол баяғы жігерлі жігіттің орнында бүгінде диваннан денесін әрең көтеретін, кез келген сәтсіздікке өзгені кінәлайтын сорлы адам отыр. Ақнұр ас үйдің терезесінен қараңғы аулаға телмірді. Жаңбыр әлі басылар емес. Алғашқы жылдары бәрі жақсы еді. Қайыржан құрылыс компаниясында логист болып істеді. Айлығы жаман болмаған, бірақ 2 жыл бұрын компания қысқартуға ұшырап, Қайыржан жұмыссыз қалды. Бұл кез келген отбасында болатын уақытша қиындық сияқты көрінген. Ақнұр оған қолдау білдірді. Бәрі реттеледі, сәл демал, басқа жұмыс табылады деп басынан сипады. Бұнысы ең үлкен қателігі болғанын Ақнұр кейін түсінді. Шамалы демалыс созылып кетті. 1 ай, 2 ай, 6 ай. Қайыржан бірте-бірте ізденуді қойды. Бір жерде айлық аз, бір жерде бастық ұнамайды. Енді бір жерде жұмыс уақыты тым ұзақ. Бірте-бірте ол үйден шықпайтынды шығарды. Мен үлкен бизнес бастауым керек. Біреуге құл болғым келмейді деген сөздер оның қалқанына айналды. Ал іс жүзінде күн ұзаққа созылғанша жатқан диван, телефондағы мағынасыз видеолар мен құмар ойындардың алғашқы шеңбері еді. Өмірдің бар ауыртпалығы Ақнұрдың нәзік иығына түсті. Әуелі пәтерақы, содан соң тамақ, коммуналдық төлемдер. Бара-бара Қайыржанның жеке басының шығындары да Ақнұрдың мойнына ілінді. Кемексінде телефонның бірлік ақшасын да Ақнұрдан сұрайтын деңгейге жетті. Сен менің еркегімсің бе, әлде асырауымдағы баласын ба, деп айтқысы келеді. Бірақ олай десе, үйде үлкен жанжал шығады. Қайыржан ыдыс аяқты қиратып, сен мені басындың, сен мені адам құрлы көрмейсің деп айқайға басады. Шаршаған Ақнұр тыныштық болсыншы деп үнсіз қала беретін. Ас үйдің жарығын өшіріп, қонақ бөлмеге қайта оралғанда, Қайыржан бұған бұрылмастан: «Шай қойдың ба? Тәтті бірдеңе бар ма үйде?» деді енжар үнмен. Ақнұр оның мына сұрағынан кейін іштей тағы бір рет өліп, қайта тірілгендей болды. Жатып ішер күйеуінің бетіне қарап тұрып, тамағына кептелген өксікті әрең ішітті. Жоқ, бұл жай ғана шаршау емес, бұл соңғы үміттің үзілуі еді. Ақнұр үнсіз қалып, үстелдің үстіндегі ескі манның қиқымдарын шүберекпен алақанына жинай бастады. Соңғы тиынына дейін санап, жарық пен пәтердің ақшасын төлеп тастаған еді. Салоннан кейінгі қосымша жұмысының бастығы да айлықты кешіктіріп жатты. Тоңазытқыштың ішінде жарты шөлмек айран мен 2 ақ жұмыртқадан басқа ештеңе қалмаған. «Қайыржан, үйде ештеңе жоқ», деді Ақнұр, сыбырлағандай баяу үнмен. Нан да таусылды. Айлық 2 күннен кейін ғана түседі. Менде көлікке төлейтінде ақша қалмады. Қайыржан телефоннан көзін ажыратпаған бойы наразы кейіппен миығынан күлді. «Қызықсың сен, Ақнұр. Күнде жұмысқаға барасың. Тапқан ақшаң қайда кетеді сонда? Бір нан алатын ақша таппай қалғаның қалай?» Бұл сөзді естігенде Ақнұрдың тұла бойы тітіркеніп кетті. Алақандағы нан қиқымдары дірілдеген қолынан қайтадан үстелге шашылып түсті. «Ақшам қайда кетеді дейсің бе?» Ақнұрдың дауысы бұрын соңды болмағандай ащы шықты. «Сенің ай сайынғы несиеңе кетеді. Мына тұрып жатқан пәтеріміздің арендасына кетеді. Сенің күнде шегетін темегіңе, ішетін шайыңа, телефондағы интернетіңе кетеді. Мен өзіме соңғы рет қашан киім алғанымды ұмытып қалдым, Қайыржан». Қайыржан орнынан атып тұрды. Диванның қаптамасы сықырлап кетті. Бет аузы тыжырайып, Ақнұрға таяу келді. Не болды? Маған міндет қылайын дедің бе?» деді. Ол дауысын көтеріп. «Мен көшеде бос жүрген жоқпын. Мен де адаммын. Маған да оңай киіп жатқан жоқ. Ер азаматты сарғайтып, осылай бетінен алсаң, бағың ашыла ма? Азғантай қиындыққа шыдамай, бірден айғай шығарасын. Азғантай қиындық?» Ақнұрдың көзінен жас лықсып ақты. 2 жыл болды, Қайыржан. 2 жылдан бері жалғыз сүйреп келемін. Менің де денсаулығым, менің де жүрегім бар. Сенен байлық сұрап жатқан жоқпын ғой. Жай ғана қасында тұрып, кішкентай болсын көмектесші деп жалынып тұрмын. Ең болмаса, бір күн жұмыс істеп, үйге нан тауып келші. Ақнұрдың мына жалынышты үннен кейін бөлмеде сәл үнсіздік орнады. Қайыржан сәл шегінгендей болғанмен, намысы жібермеді ме, қайтадан қабағын тиді. «Жарайды, болды. Жылай бермеш осы. Сұранып өлетін болдым ғой. Барам ертең. Қара жұмыс болса да істеймін. Алғызбаймын сенің сол нанынды», деп жекіріп тастады. Ол курткасын иығына іле салып, есікті тарс жауып сыртқа шығып кетті. Ауланың суық ауасы кіреберіске лақ қойды.
Ағнұр бос қолған ас үйде жалғыз қалды. Ол үстелге сүйенген бойы егіліп жылап жіберді. Кетсе де, қайта келмесе екен деген сұмдық ой көкейіне ұялады. Бірақ ол Қайыржанның қайда кеткенін жақсы білетін. Төмендегі дүкеннен қарызға темекі алып, көрші жігіттермен бос сөз соғуға кетті. Таңға жуық Қайыржан қайтып оралып, дыбысын шығармай диванға қайта қисайды. Ал Ақнұр болса, көз ілместен сағаттың тықылына құлақ түріп жатты. Ертең тағыда сорақы күн басталатынын, бұл тозақтың аяқталар түр жоқ екенін сезгенде, жаназа бойы қаза болып түршікті. Таңғы сағат 7-де Ақнұрдың телефоны шырылдады. Көзін әрең ашқан ол, экрандағы бейтаныс нөмірге қарап, ауыр күрсінді. Жұмысқа жиналу керек, бірақ денесі ауырып, басы айналып тұр. Телефонын көтеріп құлағына басты. «Алло, Ақнұр ханым ба?» деді арғы жақтан суық дөрекі дауыс. «Сәлеметсіз бе? Сіздің атыңызда микрокредиттік ұйымнан 250 мың теңге қарыз бар. Төлеу мерзімі өтіп кеткеніне 20 күн болды. Төлейсіз бе? Әлде істі сотқа өткізейік бе?» Ақнұр орнынан атып тұрды. «Не айтып тұрсыз? Мен ешқандай несие алған жоқпын, қателесіп тұрсыз», деді шошып кетіп. «Сенбесеңіз, жеке кабинетіңізді тексеріңіз. Барлық деректер ЖСН телефоныңызға келген SMS код арқылы расталған. Соңғы мерзім бүгін кешке дейін. Төлемесеңіз, есепшоттарыңызды жабамыз». Телефоны өшті. Ақнұрдың төбесінен мұздай су құйып жібергендей болды. Жүрегі дүрс-дүрс соғып, залда ұйықтап жатқан Қайыржанға қарай ұмтылды. Оны иығынан жылқылай бастады. «Қайыржан, тұр деймін, мынау не сұмдық? Менің атымнан несие алғансың ба? Айтшы, несие алдың ба?» Қайыржан көзін сығырайтып, теріс айналып жатпақшы болды. «Ой, не болып қалды таңертеңнен? Тыныш ұйықтатшы, Ақнұр». «Қандай ұйықтау? Маған банктен звондап жатыр. 250 мың теңге қарыз дейді. Менің атымнан онлайн несие алдың ба? Айтшы». Ақнұрдың дауысы айқайға айналды. Қайыржан орнынан әрем отырды. Бетіне қарамай, көзін жерге тігіп күбірледі. «Ой, соған бола айқайлап. Жауып тастайым дегем ғой. Қашам алдың? Не үшін алдың? Ол ақша қайда?» Ақнұрдың көзінен жас ағып кетті. «Өткен айда алған. Бір бизнес проектке ақша керек болды. Бір жігіттермен бірігіп, ставка жасап, ақшаны 2 есе көбейтіп аламыз ба деп едік. Болмай қалды. Саған айтсам ұрсып кетесің ғой, сосын айтпадым. Аз-аздан өзім жауып тастағым келген». Ақнұр еденге отыра кетті. Ол сенер-сенбесін білмей, басын ұстап қалды. «Ставка? Сен менің телефонымды жасырын алып, SMS кодты өзім жібердім бе? Мен 2 жұмыста өліп тіріліп жүргенде, сен менің атыма қарыз іліп отырдың ба? Сен мүлде адам емес екенсің ғой». «Ей, қатты кетпе». Қайыржан дауысын көтерді. «Мен ол ақшаны өзіме киім алуға жаратпадым ғой. Үйге, бәріңізге болсын деп тәуекел еттім. Мен де ақша тапқым келді. Сен сияқты тиын санап отырғым келген жоқ. Соған сонша айқайлап. Шыдасаң, табам сол ақшаңды». «Қашан табасың?» Ақнұр орнынан атып тұрып, күйеуінің бетіне тура қарады. 2 жылдан бері бір тиын таппағанда, бүгін кешке дейін табасың ба? Сен тек үйде жатқанды, басқаға кінә артқанды білесің. Сен нағыз жатып шерсің». Қайыржан бұл сөзді естігенде түсі өзгеріп кетті. Орнынан атып тұрып, Ақнұрдың білегінен қатты қысып алды. «Маған олай сөйлеме, абайырлап сөйле, ұқтың ба? Мен сенің күйеуіммін». «Кешір, бірақ күйеу деген сөзді ұмытқаныма көп болды», деді Ақнұр қолын жылып алып. Оның даусы енді дірілдеген жоқ. Бұл жолы ашу мен жеккөрініш бар еді. Ақнұр пальтосын киіп, киімдерін де дұрыс түсемей үйден атып шықты. Далада суық жел бетін шарпыды. Ол жұмысқа бара жатып, енді не істейтінін, мына қарыздан қалай құтылатынын білмей, іштей қайта-қайта өкінді. Бұл отбасылық өмірдің соңына тақап қалғанын жүрегі сезді. Жұмыста жүрсе де Ақнұрдың басы меңзең болды. Қолы сұлулық салонында клиенттің шашын қиып жатқанымен, ойы үйден, соңғы сорақылықтан шықпай қойды. Несие жайлы ойлаған сайын, төбе шашы тік тұрды. 250 мың теңге. Ол оны төлеу үшін тағы да түнгі сменаға қалу керек, немесе біреуден қарыз сұрау керек. Түске таман телефоны тағы шырылдады. Экранда енем деген жазу пайда болғанда, Ақнұрдың жүрегі суылдап кетті. Қайыржан шешесіне шағымданып үлгерген сияқты. «Алло, саламатсыз ба, мама?»
деді Ақнұр, дауысын барынша сабырлы ұстауға тырысып. Саламатсыз ба демей-ақ қой. Енесінің дауысы телефоннан зекіре шықты. Сен не істеп жүрсің өзі, Ақнұр? Менің жалғыз ұлыма не сөздер айтып отырсың? Адам дегенде кішкене намыс, ар болу керек емес пе? Ақнұр таңғалғандай терең дем алды. Мама, сізге Қайыржан не айтты? Жағдайдың қалай болғанын білесіз бе өзі? Не айтқаны бар ма? Сен жатып шерсін деп бетіне басыпсың ғой. Еркектің намысына тию деген не қылығын? Қайыржан уақытша жұмыссыз жүрсе, оған сен кінәлісің. Ер адам үйде тыныштық болса, әйелі сыйласа ғана сыртқа шығып ақша табады. Сен таңертеңнен кешке дейін қабағыңды шытып, ренжіп жүрсен, ол байғұс қайтып жұмыс істейді. Ақнұрдың тамағына өксік тығылды. Қанша жылдан бері іште сақтаған ашуы сыртқа атылып шыға жаздады. Мама, мен 2 жұмыста істеймін. Пәтердің ақшасын, ішетін тамағымызды, бәрін өз мойныммен сүйреп жүрмін. Ал Қайыржан 2 жыл бойы диванда жатыр. Менің атыма жасырын 250 мың теңге онлайн несие алып, ставкаға тігіп жіберіпті. Соғанда мен кінәлімін бе? Телефонның арғы жағынан сәл де болса өкініш немесе түсіністік күткен еді. Бірақ ененің жауабы тіпті суық болды. Несие алса, сендерден басқаға алған жоқ қой. Соны да сөз қылып. Менің балам ұры емес, бір бизнес бастаймын деп қателескен шығар, жас қой. Түсінудің орнына бетінен алып ұрыс шарғаның не? Сен келін болып түскенде мен саған не дедім? Еркектің кемшілігін жасыру әйелдің міндеті дедім емес пе? Сен жақсы әйел болсаң, ұлымды бұлай аздырып батырмас едім. Мама, сонда мен оны асырап, қарызын төлеп, тағы үстіне жарайсың деп отыруым керек пе? Ақнұрдың дауысы дірілдеп кетті. Жұрттың келіндері де жүр ғой штаб. Күйеуін адам қылып жатыр. Сен ше? Сәл қиындық көрсең, бірден жылап, міндет қыласың. Тауып жүрген ақшамды да басып жеп жатқан жоқ. Өз отбасына жаратып жатырсың. Көп сөйлемей, баламның көңілін тап. Кешке үйге барғанда кешірім сұра. Еркектің басын төмендетпе. Енесі телефонды тастай салды. Ақнұр телефонды ұстаған бойы қатып қалды. Көзінен жас ыршып кетті. Ешкімге керек емес. Ешкім аямайтын жападан жалғыз жан сияқты сезінді өзін. Оның еңбегін, оның шаршағанын, оның түнде жылап шығатынын біреу түсінсеше. Қайта керісінше оны кінәлі қылып қойды. Осы ма менің сорым, деп ойлады ол. Жатып шер күйеуін асырағаны аздай, енді бүкіл әулетке жаман келін болып шыға келді. Бірақ дәл осы сәтте Ақнұрдың ішінде бір нәрсе үзілгендей болды. Ол енді бұрынғыдай жасқаншақ, көнгіш Ақнұр болмайтынын, бұл әділетсіздікке артық шыдай алмайтынын анық сезді. Сұлулық салонындағы соңғы клиентті шығарып салғанда, сағат кешкі 9-ды көрсетіп тұреді. Ақнұр маркеттегі екінші жұмысына баратын күш-қуаттың қалмағанын сезді. Тұла бойы ауырлап, басы соңқылап ауырды. Ол бастығына өтініш айтып, бүгінгі түнгі сменадан сұранды. Бойында бірде-бір қауқар қалмаған еді. Үйге келгенде ішіндегі қарбалас, бей-берекет көрініс қайтадан алдынан шықты. Қайыржан диванда бұрынғыша жатыр. Енесімен болған әңгімеден кейін, оның тіпті шікірейіп, өзін айыпсыз сезініп алғаны жүзінен көрініп тұрды. Ол Ақнұрды көрсе де үндеген жоқ, бұртандап теріс айналып жатты. Тіпті келдің бе деп те айтпады. Ақнұр да бір ауыз сөз қатпады. Ол ештеңе дегісі де, ешкімді көргісі де келмеді. Сөмкесін ілгішке іле салып, бірден ваннаға өтітті. Есікті ішінен бекітіп, крандағы суды барынша қатты ағызып қойды. Судың сарылы сыртқа естілетін ащы дауысты жабатынына сенді. Плитканың суық қабырғасына сүйене беріп, еденге сырғып түсті. Тізесін құшақтап, бетін басты. Осы сәтте іште жиналған барлық өксік, барлық ашу забыран сыртқа лықсып шықты. Ол өксіп-өксіп жылады. Денесі дірілдеп, тынысы тарылды. Тәңірім-ау, мен не істеп қойдым? Менің жазығым не еді деп сыбырлады ол дауысы дірілдеп. Оның көз алдына өзінің жас кезі, армандары келді. Ол кезінде колледжді үздік бітіріп, өз ісінің шебері болуды, бақытты отбасы құрып, сүйікті жар, аяулы ана болуды армандаған еді. Ал қазіргі өмірі не болып кетті? Күнделікті күйбен тірлік, бітпейтін қарыз, диванда жатқан күйеу және сөгіс айтқыш қайын жұрт. Жатып шербайды асыраймын деп жүріп, өзімнің жастық шағымды, өз өмірімді аяққа таптадым ғой. Ол мені сүймейді екен. Оған тек тегін тамақ, дайын баспана, жайлы өмір керек. Ал мен оның ыңғайына жығылып, бәрін көтеріп жүрген сорлымын. Суық плитканың сызы бойын тесіп бара жатса да,
Ақнұр орнынан тұрғысы келмеді. Ол айнаға қарады. Айнадан жүдеген, көзінің асты қарайған, жанарындағы от өшкен бейшара әйелді көріп, өз-өзінен түршікті. Осыдан бірнеше жыл бұрынғы күлімдеген, өмірге ғашық Ақнұрдан ештеңе қалмапты. Бір кезде ваннаның есігін біреу тарс-тұрс ұра бастады. «Ей, Ақнұр, не істеп жатырсың онда? Суды босқа ағызып қойып. Ақшаны мен төлеп жатырмын ба, не соған? Шомылып болсаң шықсайшы!» деген Қайыржанның дөрекі дауысы шықты. Оның сөзінде сәл де болса аяушылық. Неге жылап жатырсың деген жанашырлықтың ізі де жоқ еді. Оны тек судың ақшасымен өзінің жайлылығы ғана толғандыратын. Ақнұр бетін орамалмен сүртті. Жам аққан жанарын құрғатты. Оның ішіндегі соңғы үміт сәулесі де дәл осы сәтте өшкен еді. Ол орнынан ақырын көтеріліп, айнадағы өзіне тура қарады. «Бұл соңғы жылағаным», деді ол өзіне өзі сыбырлап. «Енді өзіңді аяламайтын адам үшін бір тамшы да жас төкпеймін». Ақнұр есікті ашты. Алдында тұрған Қайыржанға бұрылып та қарамастан өз бөлмесіне өтіп кетті. Бұл жылау әлсіздіктің емес, оның іштей қайта тілеуінің, жаңа шешімге келуінің бастауы еді. Арада 3 күн өтті. Ақнұр үйдің ішінде өзін бейне бір бөтен адамдай ұстай бастады. Тым аз сөйлейді. Қайыржанның бетіне тіке қарамайды. Сұрақтарына да қысқа қайырады. Оның бойындағы бұл суықтық пен мең-зең үнсіздік Қайыржанға да түрлі ой салды ма? Әйтеуір, бұрын соңды болмаған оқиға орын алды. 4-ші күні кешке Ақнұр жұмыстан шаршап келгенде, үйдегі көрініс оны қайран қалдырды. Үйдің іші жиналған, қонақ бөлмедегі шашылып жататын ыдыс аяқтар жиналып, ас үйде ыстық сорпаның иісі шаптыр. Ал Қайыржан үстіне бұрынғыша жай барағат киім емес, үтіктелген киімін киіп, айнаның алдында таранып жүреді. «Келдің бе, Ақнұр?» деді Қайыржан. Бұрынғы суық даусынан мысқалда белгі жоқ, жүзі күлімдеп. «Шаршап келген шығарсың. Қол бетіңді жуып, ас үйге өт. Мен сорпа пісірдім, шай қойып қойдым». Ақнұр аң-таң болып, киімін шешпей тұрып қалды. 2 жыл бойы бір ретте шай қайнатып бермеген күйеуінің бұл өзгерісі оған тірпідей киді. Бірақ іштей, мүмкін қатесін түсінген шығар деген кішкентай үміт оты жылт етті. Ас үйге отырғанда Қайыржан оған шай қиып беріп, жанына жақын отырды. «Ақнұр, мен ойландым», деді ол, салмақты кейіп танытып. «Осы күнге дейін саған қатты ауырлық түсті. Менің де қателігім болды, мойындаймын. Еркек басыммен сені жұмысқа салып қойып, үйде жатқаным дұрыс болмады. Бірақ мен текке жатқан жоқпын ғой. Ретін іздедім. Енді міне, жақсы хабар бар». Ақнұр шайын ұрттап, оған күдікпен қарады. «Қандай хабар?» «Жұмыс таптым», деді Қайыржан, көзі жайнап. «Абзал деген таныс жігіт бар еді ғой. Сол өзінің құрылыс фирмасына логистика бөлімінің бастығы етіп шақырып жатыр. Айлығы өте жақсы. Айына 400 000 теңге береді. Тіпті жарты жылдан соң бонустар да бар». Ақнұрдың жүрегі тоқтап қала жаздады. 400 000 теңге? Бұл олардың ай сайынғы бүкіл қарызын жауып, тыныш өмір сүруіне толық жететін ақша еді. «Шын айтасың ба, Қайыржан?» деді Ақнұрдың дауысы титтей дірілдеп. «Бастық болып па? Қашаннан бастап шығасың?» «Ертеңнен бастап», деді Қайыржан, сенімді түрде. «Бірақ кішкентай бір мәселе бар болып тұр. Абзал айтады, ол фирмаға кіру үшін және маған қызметтік көлік дайындап, құжаттарды реттеу үшін алдын ала 50 000 теңге жарна төлеу керек екен. Взнос сияқты нәрсе. Ол ақшаны бірінші айлықта қайтарып береді». Ақнұрдың жүзі кенеттен суып кетті. Үміт оты қайтадан өшуге айналды. 50 000 теңге? Қайыржан, жұмысқа кіру үшін ақша сұрайтын қандай фирма ол? Бұл тағы да бір алаяқтық емес пе? «Ой, сен де әр нәрсенің артынан жамандық іздеп». Қайыржанның дауысы сәл өзгеріп кетті, бірақ өзін тез қолға алды. «Ол абзал ғой, өзіміздің жігіт, ешқандай алаяқтық емес. Тек сол 50 000-ды тауып берсең, мен ертеңнен бастап жұмысқа кірісемін. Сосын сені екінші жұмысымнан шығарамын, кешке үйде отырасың. Маған сен Ақнұр, осы жолы бәрі өзгеше болады, ант етемін». Қайыржан Ақнұрдың қолынан ұстап, көзіне тура қарады. Оның жанарындағы жалынышты, сенімді кейіпті көріп, Ақнұрдың әйелдік нәзік жүрегі тағы да жіпсіп кетті. Мүмкін бұл шынымен де біздің соңғы мүмкіндігіміз шығар. Мүмкін Құдай бізге есебін ашқан шығар, деген ой көкейін тесті. Ақнұр ауыр күрсініп сөмкесін ашты. Онда ертеңгі күні сұлулық салонының арелдасына беруге жинап отырған соңғы тиындар еді. Соның ішінен 50 000 теңгені саусақтары дірілдей отырып суырып алды да
Қайыржанның алдына қойды. «Бұл мендегі ең соңғы ақша, Қайыржан», деді ол, дауысы сынып. «Егер бұл жолы да алдасаң, мен бұдан ары шыдай алмаймын». «Рахмет, Ақнұр. Көресің, бәрі керемет болады». Қайыржан ақшаны тез арада қалтасына салып, қуанып кетті. Ақнұр сорпаға қарап отырып, іштей осы берекетсіз түс аяқталса екен деп тіледі. Бірақ ол бұл 50 000 теңгенің оның сеніміне соғылған соңғы балта екенін әлі білмейтін еді. Ертеңіне Ақнұр жұмыста жүріп тағатсыздана кешті күтті. Ішінде үрей мен үміт арпалысып жатты. Егер Қайыржан шынымен де жұмысқа орнығып, алғашқы қадамын жасаса, бәрін кешіруге, бәрін жама барақтан бастауға дайын еді. Күні бойы телефонына қарап күйеуінен қуанышты хабар күтті. Бірақ күні бойы Қайыржан тарапынан бірде-бір хабарлама келмеді. Кешкі сағат 8-де Ақнұр үйде келді. Есікті ашқан бойда оның бойын суық үрей биледі. Үйде баяғы таныс сурет. Қонақ бөлмедегі жарық өшірулі, теледидар экраны жыпылықтап тұр. Ал диванда Қайыржан созылып жатыр. Қасындағы үстелде 2 бөтелке сыйра мен бос темекі қорабы. Ақнұрдың үстінен мұздай су құйып жібергендей болды. Жүрегі соғуын тоқтатқандай. «Қайыржан», деді ол, дауысы сыбырға айналып. «Сен жұмыста болмадың ба?» Қайыржан басын баяу көтерді. Көзі қып-қызыл, мас екені жүзінен көрініп тұрды. Ол Ақнұрға қарап, жай барағат қол сермеді. «Ой, Ақнұр, айтпаш». Ол Абзал деген оңбаған алаяқ болып шықты. Ақшаны алып телефонын өшіріп тастады. Конторасына барсам, ондай фирма мүлде жоқ екен. Ақнұр орнында қатып қалды. Саусақтары дірілдеп, сөмкесі қолынан түсіп кетті. «Не дедің? Алаяқ?» «Қайыржан, сен кеше ғана ол өзіміздің жігіт, сенімді деп едің ғой. Сен ол ақшаны шынымен Абзалға бердің бе? Әлде тағы да ішімдікпен ставкаға жаратып жібердің бе?» Қайыржан орнынан ыршып тұрды. Ақталудың орнына қайтадан шабына тигендей ашуланды. «Сен мені сұраққа алып, жауаптайтындай кімсің?» «Иә, ақша кетті. Не, мен оны әдейі істедім бе? Мен де жақсы болсын дедім. Жігіттермен кездесіп, істі талқылаймыз деп отырғанда, сәл ішіп қойсақ, не болыпты? Ол 50 000-ға бола, мен өтірікші қылмақсың ба?» 50 000? Ақнұрдың көзінен жас сорғалап аға бастады. Бірақ бұл жолы, бұл әлсіздіктің емес, ашынудың жасы еді. «Ол менің соңғы ақшам еді. Мен ол ақшаны салонның арендасына беруім керек болатын. Енді мен не істеймін? Ертең мені жұмыстан қуса, немен күн көреміз?» «Табасың, күнде тауып жүрсің ғой. 2 күннен соң айлығың түседі, содан бересің», деп өкірді Қайыржан. «Сен әйел болып маған бір рет дұрыс қолдау білдірген жоқсың. Өмір бойы мені кінәлап, соңымнан шамалып түсесің. Маған сенбейтін әйелдің қасында тұрғың да келмейді». Қайыржан үстелдегі бөтелкені қолмен қағып жіберді. Әйнек шытырлап сынды. Ішіндегі сира еденге, Ақнұрдың аяғының астына жайылды. Сынған бөтелкенің дыбысы сияқты, Ақнұрдың ішіндегі Қайыржанға деген ең соңғы, титтей де болса, құрметі мен үміті тас талқан болып ұшып кетті. Ақнұр енді жыламады. Дауысында көтерген жоқ. Ол едендегі ағып жатқан сұйықтыққа, сосын Қайыржанның ашудан қызарған бетіне қарады. Оның жанарында бұрынғыдай қорқыныш та, жалыныш та қалмаған еді. Кек мұздай суықтықпен шексіз шаршау бар болатын. «Сен менің өмірімді, армандарымды, сенімімді бәрін шашып тастадың, Қайыржан», деді Ақнұр баяу, бірақ өте нық үнмен. «Енді маған ештеңе айтпай-ақ қой. Бір ауыз сөзді айтпа». Ол артына бұрылып, өз бөлмесіне өтті де, есікті ішінен кілттеп жауып алды. Сыртында Қайыржанның балағаттаған, есікті тептілеген дыбысы естіліп жатты. Бірақ бұл сәтте Ақнұрдың жүрегі бәрін сезуден қалған еді. Ол өзінің соңғы шекарадан өткенін түсінді. Түнгі жанжалдан кейін Ақнұр көзілген жоқ. Таңғы сағат 6-да орнынан тұрып, беті қолын жуды да, үйдегі бейберекетсіздікке бұрылып та қарамай сыртқа шығып кетті. Оның кеудесі сондай бір ауыр салмақтан тыныс алдырмай, басы мең-зең болып бара жатты. Таңғы ауаның суығы да оның бойын сергіте алмады. Сұлулық салонына жеткенде әлі ешкім келе қоймаған еді. Ақнұр кілтпен есікті ашып ішке кірді. 2 күннен бері тамақта дұрыс ішпеген, түні бойы ұйықтамаған. Үстіне жүйкеге түскен ауыр салмақ оның ағзасын сыр беретін шекке жеткізген еді. Бас айналып, көз алды қарауытып кетті. Ол орындыққа сүйенбек болып қолын созғанмен үлгермеді. Денесі ауырлап, еденге құлап түсті.
Оның соңғы естігені салон есігінің сыңғырлап ашылғанымен әріптесінің шошып айқайлаған дауысы болды. Көзін ашқанда төбедегі аппақ төбе мен медициналық шамдарды көріп, қайда жатқанын түсінбей қалды. Танауына спирт пен дәрі-дәрмектің ащы иісі келді. Жанында жүректің соғуын өлшейтін аппарат тықылдап, тамырына система ағып тұр еді. «Оянып кеттіңіз бе? Қозғалмаңыз, жата беріңіз», деді ақ халатты орта жастағы дәрігер әйел қасына жақындап. «Мен қайдамын?» Ақнұрдың дауысы қарлыққан, әрі әлсіз шықты. «Сіз жедел жәрдеммен ауруханаға түстіңіз. Әріптестеріңіз алып келді. Жағдайыңыз өте нашар еді. Қан қысымыңыз тым төмендеп кеткен. Ағзаңыз толықтай физикалық әрі психологиялық жүдеуге ұшыраған». Дәрігер Ақнұрдың тамыр соғуын тексеріп, қағаздарына бірдеңе жазды да, салмақты үнмен сөзін жалғастырды. «Айналайын-ау, өзіңді бұлай күйзеліске түсіруге бола ма? Сүйек пен терің ғана қалыпты ғой. Денеңіз қатты шаршаған, жүйкеңіз арған. Егер тағы 1-2 күн осылай жүре бергеніңізде, жүрегіңіз шыдамай инсульт алуыңыз мүмкін еді. Мен сізге толық демалыс жазып бердім. Ешқандай ауыр жұмыс, ешқандай стресс болмау керек. Ең кемі 1 апта осылай жатасыз». Ақнұр төсекте жатып төбеге қарады. Жанарынан ақырын ғана жас сорғалады. Тіпті өз денесі де «Тоқта, бұдан ары сүйрей алмайсың» деп дабыл қаққандай еді. Ол өзін соншалықты қорғаусыз, жалғыз сезінді. Дәрігер шығып кеткеннен кейін Ақнұр жанындағы тумбочкада жатқан телефонына қарады. Телефонында бірнеше өткізіп алған қоңырау бар еді. Бірақ ол Қайыржан емес, салонның бастығымен әріптес еді. Қайыржан тарапынан бірде-бір қоңырау, бірде-бір SMS хабарлама түспеген. Сағат түскі 1-ді көрсетіп тұрса да, оның әлі ұйқысынан оянбағаны, немесе Ақнұрдың қайда кеткенімен ісі де жоқ екені түсінікті еді. Ақнұр телефонын төсектің шетіне қойып, көзін жұмды. Кеудесін өкініш емес, мұздай суық тыныштық биледі. Төсекте жатып ол алғаш рет бәрін сырттай бақылағандай болды. Ол мұна аурухана төсегіне түспесе, бұл тозақ шеңбері ешқашан аяқталмас еді. Осы бір құлаған сәт, оның өміріндегі ең үлкен бұрылыстың бастауы болмақ еді. Ауруханадағы тыныштық Ақнұрдың миын арашалап алғандай болды. 4 қабырғаға қамалып, жүйелі түрде ем алып жатқанына 2 күн өтті. Дәрігерлердің берген сөйлемен тыныштандыратын дәрілері денесінің дірілін басса да, жүрегіндегі терең жараның орны сыздауын тоқтатпады. Бұл күндері ол өзінің осы уақытқа дейін қандай ауыр шеңберде өмір сүріп білгенін толық ұғынды. 2-ші күннің кешінде ғана Ақнұрдың телефоны шырылдады. Экранда Қайыржан деген жазу жыпылықтап тұр. Ақнұр телефонға біршама уақыт қарап тұрып, баяу құлағына басты. Жүрегі дірілдеген де жоқ, бұрынғыдай қорқыныш та болмады. «Алло, Ақнұр, сен қайда жүрсің өзі?» Қайыржанның дауысы телефоннан қатты, ашулы шықты. 2 күннен бері жоқсың, телефонды да алмайсың. Үйде жейтін тамақ таусылды, тоңазытқыш бос, үйдің іші шашылып жатыр. Қашан келесің? Ақнұр көзін жұмды. Жұбайы 2 күн бойы жоғалған әйелін іздеп, амандығын білу үшін емес, қарны ашқаны үшін, үйдің жиналмағаны үшін хабарласып тұр. Оның ауруханада жатқаны, өлім мен өмірдің арасында арпалысқаны Қайыржанды мүлде толғандырмайды. «Мен ауруханадамын, Қайыржан», деді Ақнұр мүлде эмоциясыз, салқын үнмен. Арғы жақтан сәл үнсіздік орнады. Қайыржан тосылып қалғандай болды, бірақ дауысынан жанашырлық біліне қоймады. «Ауруханада? Не болып қалды тағы? Салоннан біреулермен ұрысып қалдың ба?» «Мен жұмыста талып құладым. Ағзама қатты күш түскеннен жүйкем сыр беріп, қан қысымым түсіп кетіпті. Дәрігерлер толық демалыс берді. 1 апта жатамын». Қайыржан созып сөйледі. «Ой, сен де сәл нәрсеге ауыра қаласың. Талып құлаған несі? Әдей істейсің бе өзі? 1 апта дейсің бе? Сонда мен үйде не істеймін? Маған тамақ жасайтын ақша қалдырып кетпеп едің ғой». Ақнұрдың тамағына өксік тығылған жоқ. Керісінше, оның ішіндегі Қайыржанға деген соңғы аяушылық сезімі мүлде өшіп, орнын жиіркеніш биледі. «Қайыржан, сен менің амандығымды сұрадың ба?» деді Ақнұр сөзін бөліп. «Менің тірі екенімді, денсаулығымның қалай екенін сұрауға жарадың ба? Саған тек тоңазытқыштағы тамақ пен ақша керек пе?» «Ой, бастамаштағы». Қайыржан шамданып қалды. «Жатырсың ғой ауруханада, дәрігерлер қарап жатқан шығар. Сені аман емес деп ойламаймын. Маған ақша керек болып тұр. Соны айтып жатырмын. Сенің шотыңда тиын тебен табыла ма?
Картама лақтырып жіберші. Төмендегі маркеттен нанысты алайын. Ақнұр телефонды құлағынан ақырын алыстатты. Қайыржанның телефонда сөйлеп жатқан дауысы алыстан шыққандай болып естілді. Алло, Ақнұр, естіп тұрсың ба? Картама ақша салып жібер деймін. Ақнұр аяқтау батырмасын басты. Одан кейін Қайыржанның нөмірін бұғаттап тастады. Ол телефонды тумбочкаға қойып, терезеге қарады. Сыртта суық жел соғып, ағаш жапырақтары ұшып жатыр еді. Осы 2 күнде ол жалғыздықтың қаншалықты ауыр екенін сезінді. Бірақ бұл жалғыздық қасында жатып шеркеуі бар кездегі жалғыздықтан әлдеқайда жеңіл, әлдеқайда таза еді. Ол өзінің енді ол үйге, ол тозаққа қайтып оралмайтынын, мына жіппен бұдан ары өмір сүре алмайтынын өзіне өзі іштей ант етіп айтты. Ауруханада өткен 6 күн Ақнұрдың бүкіл ішкі әлемін аңтартым көр қылды. Алғаш рет ол ешқайда асықпады, ешкімнің тамағын ойламады. Біреудің қарызы мен тілегін орындау үшін өз денсаулығын қайрап салмады. Дәрігерлер берген дәрі-дәрмекпен тыныштық оның денесіне жан кіргізгенімен санасын мүлде басқа арнаға бұрды. Ол өзін сырттай бақылайтын жат адам сияқты сезінді. Емделіп шығатын күні таңертең Ақнұр кішкентай сөмкесін жинады. Бұрынғыдай қорқыныш, үрей немесе жүрек сүйілту деген атымен жоқ. Жүрегі тастай суық, жанары тұнық еді. Ауруханадан шыға бере телефонын блоктан босатты. Сондағысы Қайыржанның жағдайын білу емес, оның қаншалықты өзгермейтін мақұлық екеніне көзін одан әрі жеткізу болатын. Экранда ашқанда 100-ге жуық өткізіп алған қоңырау мен қат-қабат хабарламалар сау етті. Бірақ оның көбісі жағдайын қалай, амансың ба деген қамқорлық емес, өңкей ызамен талап еді. Ақнұр, телефонды неге өшіріп тастайсың? Үйге ақша қалдырмай кеткенің не? Шешемде саған ашуланып жатыр, өз бетімен кеттін деп. Ертең келесің бе? Тамақ жоқ үйде. Осы сөздерді оқыған сайын Ақнұрдың ерніне мысқыл күкір заматтай үйірілді. Жүрегі бір сыздап та қоймады. Ол өз-өзіне таңғалды. Кеше ғана осы сөздерге егіліп жылайтын, өзін кінәлі сезініп жан бағатын Ақнұр енді жоқ еді. Оның орнында суық, тас түйін әйел тұрды. Пәтердің есігін ашқанда мұрынды жаратын сасық иіс күтіп алды. Үйдің іші тіпті сұмдық күйге түскен. Кіреберістер жуылмаған шұлықтар, қонақ бөлмеде бос кеселер мен кемекінің күлі, шашылған киімдер. Қайыржан диванда телефонын ұстаған бойы қисайып жатыр. Ақнұрдың кіргенін көріп, орнынан ыршып тұрды. Бетінде аяушылықтың ізі де жоқ, қайта ашу білінді. Келдің бе? Деді ол дауысын көтеріп. Телефонды өшіріп қойып, бізді адам қылмай кеткенің не сонда? Ауруханада жаттым деп, міндет қылайын дедім бе? Шешем күнде звондайды, ол әйелім не істеп жүр деп. Ақнұр пальтосында шешпестен залының ортасында тұрып қалды. Ол Қайыржанға бұрын соңды бұлай қарап көрмеген еді. Көзінде ашу да, өкпе де жоқ, тек бостық. Қайыржан, деді Ақнұр, баяу, суық үнмен. Сен менің ауруханада не үшін жатқанымды сұрамадың. Менің аман сау оралғаныма қуанған да жоқсың. Сен үшін менің тірі жүргенім де, өлгенім де бірдей, солай ма? Қайыржан бұлай суық жауап күтпесе керек, сәл сасып қалды. Бірақ өзін тез қолға алып, қайтадан өктем сөйледі. Ой, бастамаштағы, келе сала драма жасайсың. Мұна үйдің түрін қараш, мен ашпын. Бар, тамағыңды жаса, сосын сөйлесеміз. Ақнұр оған қарап мысқылдай күлді. Бұл күлкіде терең ащы шындық бар еді. Жоқ Қайыржан, мен енді саған тамақ та жасамаймын. Бұл үйді де жинамаймын. Мен бұл үйге тамақ пісіруші, немесе сені асырайтын малай болып келген жоқпын. Ол артына бұрылып, киімінде шешпеген бойы өз бөлмесіне өтіп, есікті жауып алды. Қайыржан сыртта аң-таң болып, «Ей, саған не болған өзі?» деп айқайлап жатты. Бірақ Ақнұр оның сөздерін енді тыңдамайтын еді. Оның санасында мүлде жаңа планета, жаңа өмір суреті сызыла бастаған болатын. Бұл оның ішіндегі өзгеше құбылыс, жаңа Ақнұрдың туған сәті еді. Ақнұр бөлмесінде ұзақ отырмады. Үйдегі ауыр атмосферамен Қайыржанның айқайынан тынысы тарылып, пальтосын қайта киіп, сыртқа шығып кетті. Енді оған ақыл қосатын, ішіндегі сырын бөлісетін, ең бастысы, оны түсінетін жанашыр жан керек еді. Сағат кешкі 7-лердің шамасы. Ол өзінің бала кезден бергі сенімді құрбысы. Қазіргі таңда жеке кәсібі бар пысық, батыл әйел, салтанаттың сұлулық салонының жанындағы кофеханаға бет алды.
Салтанат Ақнұрдың жағдайын сыртта естіп жүргенмен, ішкі сырларына тыңғылықты қанық емес еді. Ақнұр кофеханаға кіргенде, Салтанат оны көріп бірден орнынан атып тұрды. Жүдеп, реңі қашқан, көзінің асты қарайған Ақнұрды құшағына алып, жан ашып қарады. Ақнұр-ау, бұл не түрім? Ауруханадан шыққаның кеше ғана емес пе еді? Неге үйіңде дем алмайсың? Деді Салтанат уайымдап. Олар ыстық кофе тапсырыс беріп, бұрыштағы орындыққа отырды. Ақнұр шыныны екі қолмен ұстап, ішіндегі барлық шындықты, Қайыржанның 2 жылдан асық уақыт бойы диванда жатып алғанын, жасырын алған 50 мың темен микрокредитті, енесінің сөгісін және өзінің ауруханаға қалай түскенін бірде-бір жасырмай толықтай ашып айтты. Салтанат Ақнұрды үнсіз тыңдап отырды. Тек оның көздерінен ашу мен ызаның табы білініп жатты. Әңгіме біткенде Салтанат кофені үстелге тарс еткізіп қойды. Ақнұр, маған ренжіме, бірақ мен саған ащы да болса шындықты айтуым керек, деді Салтанат Ақнұрдың көзіне тура қарап. Сен сорлы болып жүрсің. Сен күйеуіңде емес, өзіңнің сорында асырап отырсың. Ақнұр селт етіп құрбысына қарады. Сен оған мүмкіндік бердің деп ойлайсың ба? Жоқ. Сен оны өз қолыммен жалқау, жатып шер қылдым. Еркек адам жауапкершілікті сезінбесе, тамағы байын, баспанасы төленулі болса, ол ешқашан диваннан тұрмайды. Ол не үшін жұмыс істеуі керек? Сен бәрін жасап отырсың ғой. Сен оған әйел емес, екінші шешесі болып алғансың. Салтанат, мен отбасымды сақтап қалғым келді, деді Ақнұр дауысы дірілдеп. Отбасы дейсің бе? Салтанат мысқылдай күлді. Отбасы деген екі адамның бір-біріне тірек болуы. Сен құлап бара жатқанда ол саған қолын созды ма? Ауруханада жатқанда жанында болды ма? Жоқ. Ол тек 8 аяқты өрмекші сияқты сенің қаныңды ішіп, шырныңды сорып отыр. Сен оның жанында солып бара жатқан гүл сияқтысың. Ол сені сүймейді, Ақнұр. Оған тек сенің ресурстарың, сенің еңбегің керек. Салтанаттың әрбір сөзі Ақнұрдың жүрегіне оттай басылды. Бұл Ақнұрдың өзі іштей білсе де, өзіне мойындауға қорқып жүрген ащы шындық еді. Мен енді не істеймін? Деді Ақнұр шарасыз үнмен. Салтанат Ақнұрдың дірілдеген қолын өз алақанына алды. Оның дауысы енді жұмсарып, жанашырлыққа толды. Егер сен өзіңді кішкене болсын сыйласан, ол үйден кет. Ол адам өзгермейді. Оған қанша мүмкіндік берсең де, ол сені төменге сүйрей береді. Сен әлі жассың. Өз өмірімді қайта бастауға күшім де, талантым да жетеді. Егер пәтер тапқанша тұратын жер керек болса, менің бос пәтеріме көшіріп кел. Оған соңғы талабымды қой, немесе бірден жинал да кет. Ақнұр құрбысының сөздерін тыңдап отырып, жүрегіндегі қорқыныштың бірте-бірте сейіліп, орнына батылдық пен сенімділіктің ұялай бастағанын сезді. Ол құрбысы айтқандай, өз сорын асырап келген екен. Енді бұл сорға нүкте қоятын уақыт жетті. Кофеханадан шыққанда Ақнұрдың бойын ерекше бір жеңілдік биледі. Салтанаттың ащы да болса тура айтқан сөздері оның санасындағы тұманды таратып жібергендей еді. Ол өзінің енді бұрынғыдай жасқан шақ, әр нәрсеге өзін кінәлі сезінетін сорлы әйел болмайтынын түсінді. Арқасы тіктеліп, адымы нығая түсті. Үйге оралғанда іштегі суық атмосфера өзгермеген еді. Қайыржан ас үйде бос шәйнекті сылдырлатып, қабағын тиіп отыр екен. Ақнұрдың кіргенін көріп, дауысын қайтадан өктем шығаруға тырысты. Қайда жүрсің түн жарымына дейін? Тамақта істелген жоқ. Бұл не масқара? Үйге келсең кешірім сұраудың орнына дала кезіп кетесің. Ақнұр бұрынғыдай ренжіген де жоқ, жылаған да жоқ. Пальтосын ақырын шешіп, ілгіш келді. Сосын ас үйге өтіп, Қайыржанның қарсысындағы орындыққа отырды. Оның жанарындағы тұнық сабыр мен суық сенімділік Қайыржанды сәл тосылдырып тастады. Қайыржан, бері қараш, деді Ақнұр, дауысын мүлде көтермей, салмақты үнмен. Мен саған соңғы рет сөйлесуге келдім. Бұл ұрыс керіс емес, айғай-шу да емес. Бұл менің шешімім. Қайыржан мысқылдай күлді. Не шешім? Тағы да ескі әніңді бастайын дедім бе? Жоқ, деді Ақнұр, күйеуінің көзіне тура қарап. Мен саған дәл бір ай уақыт беремін. Бүгін 17 қараша. Келесі айдың дәл осы күніне дейін сен заңды жұмысқа орнығасың. Өз атын алған, менің атыма ілген 250 мың теңге несиеңді өзін жауып, үйдің жарты шығынын мойның аласың. Осы бір айда мен саған бір тиын да бермеймін. Қайыржан Ақнұрдың мына сөздерін естіп, отырған жерінде қозғалақтап кетті. Сен не, маған талақ қойып отырсың ба? Басым істей ме өзі? Бір айда қайдан жұмыс табам? Табасын, тіпті қара жұмыс болса да,
Құрымс болса да, курьер болса да істейсің. Егер еркектік намысын болса, аяққа тұрасың. Ал егер бір айдың ішінде бұл айтқандарым орындалмаса, 17 желтоқсан күні мен бұл үйден заттарымды жинап кетемін. Заңды түрде ажырасуға арыз беремін. Бөлмеде суық үнсіздік орнады. Қайыржан Ақнұрдың жүзіне үңіле қарады. Ол әйелінің жанарынан бұрынғыдай қорқынышты, жалынышты, немесе өтмішті көре алмады. Тек тастай суық ширығуды көрді. Бірақ өзінің менмендігі мен намысы мұны тез арада жоққа шығаруға тырысты. Ол Ақнұрды әлі де өзіне тәуелді, әлсіз әйел деп санайтын еді. Ойбай, қойшей. Қайыржан қолын сермеп, қарқылдап күліп жіберді. Ажырасады-ау деймін, сен қайда барасың? Кімге керексің? Ата-анаңның үйіне де бара алмайсың, елдің сөзінен қорқасың. Кетсең, 2 күннен кейін жылап қайтып келесің. Мені бұлай қорқытып сөйлеспей-ақ қой. Мен сені қорқытып тұрған жоқпын, деді Ақнұр, орнынан ақырын көтеріліп. Мен саған соңғы мүмкіндік беріп тұрмын. Менің сөзімді әзіл деп ойласаң, өзің біл. Уақыт жүріп кетті, Қайыржан. Осы күннен бастап 30 күн. Ақнұр өз бөлмесіне өтіп кетті. Ол телефонының күнтізбесін ашып, 17 желтоқсан күнін қызыл түспен белгіледі. Ал ас үйде жалғыз қалған Қайыржан мысқылдап күлгенімен іштей бір беймәлім үрейдің пайда болғанын сезді. Бірақ ол ештеңе де істей алмайды. Әйелдің аты әйел. Ертең-ақ ұмытып кетеді деп, өзін өзі жуатып, қайтадан телефонына үңілді. Ол Ақнұрдың бұл сөздерді жайдан жай айтпағанын, оның ішіндегі соңғы үміт жібінің үзілгенін әлі де түсінбеген еді. Ақнұр айтқан сөзінде тұрды. Ол Қайыржанға бұрынғыдай жалынып жалбарынған жоқ. Ұрыс дабылын да көтермеді. Таңертең ерте тұрып, өзіне шай демдейді де жұмысына кетеді. Кешке оралғанда тамақты тек өзіне жетерліктей әзірлейді, немесе сырттан ішіп келеді. Үйдегі бейберекетсіздікке де, жуылмаған ыдыстарға да көз жұма қарайтын болды. Ол өзін бұл үйде уақытша жүрген қонақ сияқты ұстады. Ал Қайыржан ше? Бөлінген 30 күннің алғашқы аптасында ол Ақнұрдың мына салқындығын түсінбей ызаланып жүрді. Ақнұрдың ақша бермей қойғанда жанына батты. Бірақ оның бойына сіңіп кеткен жалқаулық пен менмендік бәрібір үстемдік етті. Не, шынымен жұмыс іздейді деп ойладың ба? Деді ол 2-ші аптада. Ақнұр ас үйде жүргенде мысқылдап. Мен бастық болатын адаммын. Біреудің қолында айына 100 мыңға құл болып істей алмаймын. Сен мені бағаламайсың. Жақсы әйел күйеуінің өсуіне жағдай жасайды, ал сен тек ақша тап деп ұрыс шығаруды білесің. Ақнұр оған бұрылып та қараған жоқ. Кекіштей санауын жалғастырды. 15 күн қалды. 3-ші аптада Қайыржан таршылықты анық сезді. Кемексі таусылып, телефонының интернеті өшті. Анасынан ақша сұрап көрген еді. Ол да, әйеліммен сұра, менде жоқ, деп ұрысты. Шарасыз қалған Қайыржан 2 күн бойы көшедегі достарын жағалап, диваннан денесін әрең көтеріп сыртқа шықты. Бірақ ол жұмыс іздеу үшін емес, біреуден темекі, біреуден 50-100 теңге сұрап, уақыт өткізу үшін шырып жүрді. Бірде кешке үйге кіріп келіп, Ақнұрға тап берді. Сен мені адам құрлы көрмейтін болдың ғой, деп айқайлады ол, беті арсыздана түсіп. Сен мені кінәлағанша өзіме қарамайсың ба? Сен маған күйеуің ретінде қамқорлық жасамайсың. Егер сен мені қолдағанда, мен баяғыда аяққа тұрып кетер едім. Сені мына суық қабағыңды көргенде үйге кіргім де келмейді. Ақнұр орнынан ақырын көтерілді. Оның жанарында бұрынғыдай титтей де реніш, өкініш немесе ашудың табы қалмаған еді. Ол Қайыржанға бейне бір мүлде бейтаныс, көшедегі өтіп бара жатқан адамға қарағандай суық қарады. 20 күн өтті, Қайыржан, деді Ақнұр баяу үнмен. Сен осы 20 күнде бірде-бір рет резюме жіберген жоқсың. Бірде-бір жұмыс берушіге хабарласпадың. Сен тек мені кінәлайтын сөз іздедің. Сөзге ерегіспе, Қайыржан қолын сермеп жіберді. Сенің мына талабыңның маған көк тиынға керек жоқ. Мен өзім білемін қашан жұмыс істейтінді. Сен мені айдап салатын мен бала емеспін. Дұрыс айтасың, деді Ақнұр. Сен бала емессің. Сен өз өміріне жауап бере алмайтын, өзгенің еңбегін жеп үйренген, өзгермейтін адамсың. Енді маған ештеңе дәлелдеудің де керегі жоқ. Ол өз бөлмесіне өтіп есікті жауып алды. Қайыржан қайтадан диванға қисайып, телефонының экранына үңілді. Ол Ақнұрдың сөздерін тағы да жай, құрғақ сөздер деп ойлады. Ол бұл үйдің, бұл жайлы өмірдің, байын тамақ пен жылы орынның самаулы күндер ғана қалғанын, Ақнұрдың ішіндегі соңғы жіптің үзіліп, артында ешқандай өкініш қалмағанын мүлде түсінген жоқ еді.
Соңғы апта Ағыныр үшін тыныш, бірақ тас тиын дайындықпен етті. Ол енді бұрынғыдай тіміліп, немесе бос үмітке алданып уақыт өткізбеді. Жүрегі әбден суыған, іштей толықтай шешім қабылдап болған еді. Қайыржанның өзгелерді кінәлап, диваннан денесін көтергісі келмейтін мінезі оның соңғы күмәндарында сейілткен. Ағыныр күнделікті жұмысынан кейін үйге бірден оралмай, қаланың басқа ауданынан өзіне лайықты пәтер іздестіре бастады. Салтанаттың менің бос пәтеріме көшіп кел деген жомарт ұсынысына алғыс айтса да, өзінің жеке шекарасын құрғысы келді. Өзіне, өз күшіне ғана сүйенуді мақсат етті. Екі жұмыстың айлығын жинап, салонның бастығынан алдын ала сұрап алған кішкене ақшасын қосып, шағын, бірақ өте таза, жарық бір бөлмелі пәтер тапты. Бейтаныс пәтердің кілтін қолына алған сәтте, жүрек алғаш рет бір түрлі жеңілдеп, пынысы кеңіп сала берді. Ол кілтті сөмкесінің ішкі қалтасына жасырды. Мұны Қайыржанға тіпті сездірген жоқ. Сонымен қатар, Ағыныр заңгерге жолығып, ажырасуға қажетті құжаттардың тізімін алды. Өзінің атындағы несиені жауып тастау үшін банкке барып төлем кестесін қайта қаратып, қайта қаржыландыру жасатып алды. Ол Қайыржаннан бір тиында үміт күтпейтінін, өзінің қателігімен аңқаулығы үшін бұл қарызды өзі жауып құтылатынын іштей мойындады. Тек осы сорлы ортадан аман есен, басында тік ұстап шықсам болды деп ойлады ол. Үйге келгенде Қайыржан бұрынғыша ештемеден хабарсыз еді. Ол белгіленген 30 күннің соңғы сәттері жақындап қалғанда есептеп жүрген жоқ. Оның ойынша Ағыныр жай ғана мінезін көрсетті. Кезекті ұрыстың күрі басылды. Енді бәрі баяғы ағысымен кете береді. Бірде кешке Ағыныр бөлмесінде жатып, шкафтағы киімдерін ақырын сұрыптай бастады. Тек ең қажетті, өзінікі болып табылатын заттарын бөлек қойды. Қайыржан бөлмеге кіріп келіп, Ағынырдың киімдерді бүктеп жатқанын көріп, мысқылдай тіл қатты. Не, киімдерінді реттеп жатсың ба? Үйді де жинап қойсаңшы, ас үй тағы да шашылып жатыр. Маған ертеңге киетін жеміл көйлегіңді де үтіктеп берші. Ағыныр қолындағы киімін ақырын жинап қойып, Қайыржанға жайлап бұрылды. Оның жүзінде ашуда, реніште жоқ еді. Тек мұздай тыныштық бар. Сенің киіміңді енді өзің үтіктейсің, Қайыржан. Ой, бастамаш тағы. Қайыржан қолын сермеді. Бір күн қалды ғой сенің сол аңыз қылған 30 күніңнен. Не болды? Жұмыс таппаса, мені тастап кетейін деп жатырсың ба? Көрейін қайда баратыныңды. Ол қарқылдап күліп, бөлмеден шығып кетті. Ағыныр оның артынан қарай отырып, іштей мүсіркеп демалды. Бұл адам өз өмірінің соңғы бұрылысына келіп тірелгенін, ертең таңертең өзін не күтіп тұрғанын мүлде сезбейтін еді. Ағыныр шкафтың есігін жапты. Оның жасырын дайындығы аяқталған болатын. Ертең 17 желтоқсан. Жаңа өмірге қадам басатын күн. Таңғы сағат 8. Күн бейсенбі, 17 желтоқсан. Сыртта аздап жел соғып, күздің суық табы сезіледі. Ағыныр бұл күнді ұзақ күтті. Бұл оның іштей белгілеген, тағдырын өз қолына алатын соңғы межесі еді. Қайыржан түн ортасынан ауа ұйықтауға жатқандықтан, қонақ бөлмедегі диванда қорылдап, терең ұйқыда жатыр еді. Ағыныр аяғының ұшымен басып, бөлмеден екі үлкен жол сөмкесін суырып шығарды. Ол бір апта бойы реттеп, жасырын дайындап қойған киім-кешегін, өзіне тиесілі жеке заттарын, құжаттарын баппен сөмкеге сала бастады. Сағаттың тықылы бос бөлмеде анық естіледі. Тық-тық, тық-тық. Бұл тықыл Ағынырға осы үйден, осы тозақтан кетіп бара жатқан әрбір бақытсыз секундты еске салғандай. Заттарын жинап болған соң, Ағыныр қонақ бөлмедегі үстелдің жанына ақырын жақындады. Үстел үстінде олардың 6 жыл бұрын түскен отбасылық суреті тұр еді. Суретте екеуі де бақытты, жүздері күлімдеп тұр. Алдында қандай қиындық күтіп тұрғанын білмейтін, болашаққа сеніммен қараған екі жас. Ағыныр суретті қолына алып ұзақ қарады. Жүрегінің түпкірінде киттей бір өкініш өрттей лап ете түсті де заматта өшіп қалды. Бұл суреттегі Қайыржан баяғыда өлген, ал мына диванда жатқан адам оның кек көлеңкесі ғана. Ол рамканы төңкеріп, үстел үстіне ақырын қойды. Ағыныр суық сумен бетін жуып, айнаға қарады. Түсі жүдеу болғанымен, жанарында бұрын соңды болмаған батылдық пен ішкі тыныштық бар еді. Ол енді ешкімге тәуелді емес. Ол енді біреудің жалқаулығымен сорын асырауға міндетті емес. Заттарын кіреберіске шығарып, жаңадан жалдаған пәтерінің кілтін сөмкесінің сыртқы қалтасына салып қойды. Такси шақырды. Тапсырыс қабылданып, жүргізушінің 10 минутта барам деген хабарламасы келді. Ағыныр соңғы рет үйдің ішіне көз жүгіртті. Жуылмаған ыдыстар, шашылған киімдер, тоңазытқыштың ашық қалған есігі.
Осы уақытқа дейін мұның бәрін реттеп, жинап, тазалап жүрген өзі еді. Енді мұның бірі де оған қатысты емес. Ол үстел үстіне парақ қағазбен қалам қойып, бұрыннан дайындап қойған заңды түрде ажырасу туралы арыздың көшірмесін қалдырды. Оның астына қысқаша ғана: 30 күн өтті, мен кеттім, өз өмірінде өзім ретте деп жазып кетті. Сыртта машинаның сигналы естілді. Ақнұр ауыр екі сөмкені қолына алып есікті ашты. Дәл осы сәтте дивандағы Қайыржан аударылып түсіп, көзін аша бастаған еді. Бірақ Ақнұр артына бұрылып та қараған жоқ. Сағат соғылды, уақыт аяқталды. Ол табалдырықтан аттап сыртқа қадам басты. Бұл оның бұрынғы сорлы өміріне соғылған соңғы балта, жаңа бостандыққа жасаған алғашқы батыл қадам еді. Ақнұр есікті ақырым жауып сыртқа шығып кеткенде, пәтердің іші мұздай тыныштыққа бөленді. Сыртқы есіктің кілкілдеп жабылған дауысынан Қайыржан селт етіп көзін ашты. Басы меңзен болып тұр, бойын ауырлық билеген. Ақнұр, деді ол, қарлыққан үнмен диваннан әрең көтеріліп. Ақнұр, кім келді? Бейтаныс үнсіздік мұның зәресін алды. Ол әдеттегідей ас үйде иісі, мұрын жаратын ыстық шайдың немесе табада шыжғырылып жатқан тамақтың дыбысын естімеді. Тіпті кіреберістегі Ақнұрдың аяқ киімінің сыбдыры да жоқ. Қайыржан орнынан ыршып тұрып, кіреберіске қарай ұмтылды. Ақнұрдың күнде киетін сүйікті пальтосы, етігі, тіпті ілініп тұратын шағын сөмкесі де жоқ. Арашалап ашқан шкафтың іші қаңырап бос қалыпты. Тек өзінің ескі құсқы киімдері ғана шашылып жатыр. Сол сәтте Қайыржанның төбесінен жай түскендей болды. Жүрегі сұрапыл соғып, басы айналып кетті. Ол ас үйге, одан соң өздерінің жатын бөлмесіне атып кірді. Ештеңе жоқ. Ақнұр өзінің барлық заттарын, тіпті кішкентай киесілі бұйымдарына дейін жинап кеткен. Залға қайта оралғанда, оның көзі үстел үстінде төңкеріліп жатқан отбасылық суретке түсті. Суреттің жанында аппақ қағаз бен қалам жатыр екен. Асыға басып барып, қағазды қолына алды. Ажырасу туралы арыздың көшірмесімен астындағы қысқа ғана жазуды оқығанда, Қайыржанның қолдары дірілдеп кетті. 30 күн өтті, мен кеттім. Өз өмірімді өзім ретте. Жоқ, бұл мүмкін емес, деп айқайлап жіберді ол, қағазды үстелге қайта лақтырып. Ол қайда барады? Ол менен кете алмайды. Мұның бәрі жай қорқыныш. Қайыржан дірілдеген саусақтарымен телефонын алып, Ақнұрдың нөмірін терді. Жүрегі аузына тығылып, телефонның тұтқасынан шығатын әрбір гудокты демін ішке тартып тыңдады. Бірақ арғы жақтан суық автомат үні ғана естілді. Шақырылып жатқан абоненттің телефоны өшірулі, немесе желден тыс жерде. Ол қайта-қайта хабарласты. 5 рет, 10 рет, 20 рет. Жауап жоқ. WhatsAppқа жазды. Хабарламалардың жанында жалғыз сұр белгі ғана тұрып қалды. Ақнұр оны блокқа қойып тастаған еді. Сонда барып, Қайыржанның төбесіне ащы шындық ұрғандай болды. Ақнұрдың осыдан бір ай бұрын айтқан суық сөздері, оның жанарындағы тастай ширығу, соңғы аптадағы үнсіз дайындығы, бәрі көз алдынан тізбектеліп өтті. Бұл жай ғана әйелдің реніші, немесе егіліп жылау емес, жылдар бойы жиналған өкпе мен шаршаудың соңғы нүктесі еді. Қайыржан тізесі бүгіліп, шашылған киімдердің ортасына отыра кетті. Алғаш рет ол өзінің шарасыз екенін, 2 жыл бойы диванда жатып жоғалтқан уақытының, өз қолмен құтқан отбасының орны толмайтынын анық сезді. Тамағына өкініш өңмендеп кептеліп, басын 2 қолмен қысып алды. Енді мұны құтқаратын Ақнұр жоқ. Шай демдеп беретін, ақша тауып келетін, несиені төлейтін, бәріне төзетін Ақнұр енді бұл үйге ешқашан оралмайды. Үйдің ішін қайтадан мұздай суық пен қаңыраған бостық билеп алған еді. Такси қаланың басты көшелерімен жиіткіп келеді. Терезеден күзгі салқын ауа мен көше шамдарының жарығы Ақнұрдың шаршаңқы, бірақ тыныш жүзіне түседі. Ол артқы орындықта отырып, терезеге телмірді. Жанында 2 үлкен сөмке жатыр. Көкірегінде соңғы бірнеше жылда алғаш рет сыздаған ауырлық емес, ашық теңізге шыққандай шексіз бір жеңілдік, еркіндік сезімі бар еді. Ол телефонын ашып, Қайыржанның бұғаттауын мүлде ашпауды ұйғарды. Артына қараудың, өткен өмірдің өкінішін қайта қозғаудың енді ешқандай мәні жоқ болатын.
Пәтерге жеткенде жүргізуші жігіт сөмкелерін 3-ші қабатқа шығаруға көмектесті. Кілтті құлыпқа салып тұрғанда табалдырықтан жаңа өмірдің иісі аңқып қоя берді. Бұл пәтер шағын болса да өте жарық, таза әрі тыныш еді. Мұнда ешкімнің шашып кеткен ыдыс аяғы, ешкімнің жатып шерлік кейпі, ешкімнің дөрекі дауысымен сөгісі жоқ. Мұнда тек тазалық пен тыныштық салтанат құрып тұр. Ақмыр сөмкелерін кіреберіске қойып, бөлменің ортасына тұра қалды. Керезені ашып, кешкі қаланың таза ауасын кеудесін керең жытты. Өз өміріме қош келдім, деді ол өзіне өзі сыбырлап. Жүзінде жеңіл күлкі пайда болды. Ол бірден іске кірісті. Сөмкедегі киімдерін шкафқа баппен орналастырды. Өзіне арнап ыстық шай демдеп, үстел басына отырды. Шайдың әрбір ұрттамы бойына жылу таратып, жанын серкітті. Бұл өз еңбегімен, өз маңдай кермен тапқан таза тыныштық еді. Осы сәтте телефонына Салтанаттан хабарлама түсті. Ақнұр, қалайсың? Жеттім бе? Өзгеріс жасауға батылдығын жетті ме? Ақнұр бірден жауап жазды. Иә, Салтанат, мен өзімнің жаңа пәтерімдемін. Заттарымды тасып алдым. Мен соңғы шекарадан өттім. Қолдауыма рахмет. Сенің сөздерің маған үлкен серпіліс берді. Салтанат лешалақ қоңырау шалып, оның бұл қадамына қуанып, ертең жұмыстан соң арнайы құттықтап келетінін айтты. Түн ортасына ауғанда Ақнұр аппақ таза төсекке қисайды. 2 жыл бойы күнде, түнде өксіп жылайтын, бүгін не жейміз, несиені қалай төлейміз, Қайыржан қашан жұмыс істейді деген үреймен көзілетін күндердің бәрі артта қалған еді. Ол басын жастыққа қойған бойда керең, тыныш ұйқыға кетті. Бұл ұйқы әлсіздіктің ұйқысы емес, ауыр жүкпен қоштасқан, өзін қайта тапқан, бостандыққа батыл қадам басқан азат әйелдің тыныш ұйқысы болатын. Таңертең оны жаңа өмірдің алғашқы нұрлы таңы күтіп тұр еді. Қысқы таңның алғашқы сәулелері терезеден сығалап, бөлмені жұмсақ жарыққа бөледі. Ақнұр көзін ашқанда, бойын ұзақ уақыттан бері сезінбеген жеңілдік пен сергектік билегенін ұқты. Сүйек-сүйегін сырқырататын үрейде, жүрегін қысатын ауырлық та жоқ. Ол төсекте біраз жатып, төбеге қарап, осы бейбіт тыныштықтың әрбір сәтін бойына сүйірді. Бұл оның өз шешімімен тапқан алғашқы азат тамы еді. Орнынан тұрып, шағын ас үйге өтті. Шағын шайнекке су құйып, кофе қайнатты. Хош иіс бөлмеге тарағанда, ол терезе жанына барып тұрды. Төменде қала өз ырзырғағымен тіріліп, адамдар жұмыстарына асығып бара жатыр. Ақнұр өз-өзіне іштей. Мен енді ешкімнің сорын арқаламаймын, өзім үшін өмір сүремін, деп сөз берді. Шайын ішіп болған соң, ол сұлулық салонындағы жұмысына жиналды. Жұмысқа келгенде, әріптестері оның жүзіндегі өзгерісті бірден байқады. Бозарған ремінің орнына нұр жүгірген, жанарында сенімділік оты маздап тұрды. Ол клиенттермен де бұрынғыдай жасқаншақ емес, еркін әрі ашық сөйлесті. Еңбегінің нәтижесі де көп күттірмеді. Сол күні-ақ қолда бар тапсырыстарын сапалы орындап, жақсы табыс тапты. Түс ауа. Ақнұр заңгердің кеңсесіне соқты. Заңгер құжаттарды түбендеп, сотқа арыз түсіру процесін бастап кеткенін айтты. Ақнұр ханым, сіздің шешіміңіз бекем болса, ажырасу процесі көпке созылмайды. Тек қарсы тарап сотқа келмей, созбақтайтын болса, біраз уақыт алуы мүмкін, деді заңгер. Мейлі, қанша созылса да, мен бұл жолдан қайтпаймын, деді Ақнұр батылынмен. Кешкісін Салтанат Ақнұрдың жаңа пәтеріне құттықтап келді. Олында кішігірім торт пен гүл шоғы бар. 2 құрбы шағын үстелдің басында ұзақ сырласты. Саған қарап сүйсініп отырмын, Ақнұр, деді Салтанат құрбысының қолын қысып. Бұрынғы көзіммен жас арылмайтын, қорқақ қыз қайда кеткен? Сен өзімбе қайта таптым. Бұл нағыз жеңіс. Сенің сөздерің маған батылдық берді, Салтанат. Егер сонда ащы шындықты айтпағанында, мен әлде сорлап жүре берер едім. Рахмет саған, деді Ақнұр тебіреніп. Алайда бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Түнге қарай Ақнұрдың телефонына бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. Ақнұр бұл Қайыржанның басқа бейтаныс телефоннан хабарласып тұрғанын бірден сезді. Тұтқаны көтергенде, арғы жақтан Қайыржанның ашулы әрі жалынышты даусы аралас шықты. Ақнұр, бұл не масқара? Шешем саған ренжіп, бәрімізді елге күлкі қылдың деп жатыр. Қайдасын сен? Үйге қайт, мен өзгеремін, жұмыс табамын, сөз беремін, бірақ бұлай кетіп қалғаның не? Ақнұр бұрынғыдай қобалжыған жоқ. Оның үні тастай суық шықты. Қайыржан, сөз беретін уақыт өтті. 30 күн берілді. Сен оны пайдаланбадым. Енді маған хабарласпа.
құжаттар сотта, қалғанын зам жүзінде шешеміз. Ол сөзін аяқтамай жатып, телефонды өшірді де, бұл нөмірді де бұғатқа жіберді. Оның жүрегінде енді Қайыржан үшін титтей де орын қалмаған еді. Ол терезеге қарап керең дем алды. Алда оны жаңа сындар, сот процестері күтіп тұрғанын білсе де, бойын тек еркіндік пен жаңа өмірге деген ажырамас игі үміт билеп алған болатын. Ақнұрдың тавандылығы мен кесінді шешімі Қайыржанның өзін ғана емес, бүкіл қайын әулетін дүр сілкіндірді. Ұлының әйелін тастап кетті, сотқа арыз берді деген сөзін естігенде, енесі Нұржамалдың төбесінен жай түскендей болды. Ол өз келінінің мұндай қадамға баратынын, отбасылық құндылықтан аттап, өз бетінше бөлек өмір бастайтынын мүлде күтпеген еді. Баяғы көнгіш, сөз қайтармайтын, не айтса да басын шұлғитын Ақнұрдың кенеттен асау арғымақтай тулап шыға келуі Нұржамалдың намысына қатты тиді. Арада 2 күн өтпей-ақ Нұржамал қаладағы үлкен қызын, Қайыржанның әпкесі, қасына ертіп, Ақнұрдың сұлулық салонына сау етік жетіп келді. Салонның іші клиенттерге толы болатын. Ақнұр кезекті клиенттің шашын сәндік жатқанда, есік тарс ашылып, енесі мен қайын әпкесі кіріп келді. Нұржамалдың жүзінен ашудың табы айқын білініп тұрды. Ақнұр, деді енесі, дауысын барынша қатты шығарып, салон ішіндегі бүкіл адамды өзіне қаратып. Сен не істеп жүрсің өзі? Ел жұртқа күлкі болып. Еркекті үйде жалғыз тастап, қайдағы бір бөгде пәтерде кезіп жүргенім не сұмдық? Ақнұр қолындағы қайшыны ақырым қойып, терең дем алды. Клиенттер мен әріптестері таңырқай қарап, тым-тырыс бола қалды. Ақнұр өз беделінде, жұмыс орнының тыныштығында ойлап, өз-өзін барынша сабырлы ұстауға тырысты. Мама, сәлеметсіз бе? Жұмыс орнында айқай шығармай-ақ қойсаңызшы, біз бәрін сөйлескенбіз, деді Ақнұр суық үнмен. Сөйлескенім несі, деп қайын әпкесі килікті. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Менің баламның намысын аяққа таптап, сотқа беретіндей кім едім? 2 жыл бойы ішкен жегеніңді міндет қылғың келе ме? Балам сәл қиналып қалып еді. Бірден қашатын сендей келінді қайдан көрдік? Сендей әйелге біздің әулеттің босағасы тым биік екен. Нұржамал сөзге қайта араласып, Ақнұрға жақындады. Сені адам қылып, босағамызға ақ келін ертіп түсіргенімізге рахмет айтудың орнына, жұрттың келіндері не көрмей жатыр? Таяқ жесе де, күйеуі ішсе де отбасын сақтап отыр. Ал сен бір несиемен уақытша жұмыссыздық үшін шаңырақта шайғалтпақсың ба? Тезірек заттарыңды жинада, балаңның қасына бар. Кешірім сұра. Егер бүгін қайтып оралмасаң, сені ақ батамыздан айырамыз, кегімізден өшіреміз. Бұрын болса Ақнұр мұндай сөздерден кейін көз жасына ерік беріп, өзін кінәлі сезініп ақталуға тырысар еді. Бірақ қазір оның жүрегіндегі қорқыныш өшкен. Ол енесінің көзіне тайсалмай, тура қарады. Мама, деді Ақнұр, дауысын нық, әр сөзін салмақпен айтып. Мен сіздердің босағаларыңызды аяққа таптаған жоқпын. Керісінше, соңғы 2 жылда сол шаңырақта жалғыз өзім сүйредім. Ұлыңыздың ішкен жегенін, тіпті жасырын алған қарыздарында өз мойныма алдым. Ал сіздер маған бір рет тартқан азаптарыма жаныңыз ашып, ұлыңызға жұмыс істе, әйеліңді қорлама деп айттыңыздар ма? Жоқ, сіздерге тек дайын малай, үндемейтін келін керек болды. Не дедің? Сен бізге тіл тигізейін дедің бе? Нұржамалдың түсі бұзылып кетті. Мен шындықты айтып тұрмын, деді Ақнұр. Мен енді ол үйге қайтып оралмаймын. Сеніңіздер ме? Жоқ па, өз еріктеріңіз. Ал қазір жұмыс орнынан кетіңіздер. Әйтпесе, күзет шақыруға мәжбүр боламын. Ақнұрдың мынадай қатты, мысқылсыз, тастай берік жауабын күтпеген қайын жұрт антаң болып қалды. Нұржамал ашудан қалтырап, сен әлі өкінесің, оңбайсың деп қарғай сазалай салоннан шығып кетті. Олар кете салысымен салон ішіндегі әріптестері Ақнұрдың батылдығына сүйсіне қарады. Ақнұр терезеге қарап керең дем алды. Бұл шабуыл оның ішкі сенімін сындыра алмады. Керісінше, өзінің дұрыс жолда екенін тағы бір рет дәлелдеп берді. Қайын жұрттың салонға жасаған шабуылынан кейін де Ақнұр райынан қайтпады. Қайта керісінше, бұл оқиға оның бойындағы соңғы күмән мен қорқыныштың күлін көкке ұшырды. Ол заңгермен тығыз байланыста болып, сот отырысына мұқият дайындалды. Өз атына заңсыз жазылған банктік несиелердің үзінділерін, жұмыс орнынан анықтамаларды және демалыссыз істеген еңбегін растайтын құжаттардың бәрін жинап, іс қағаздарына тіркеді. Сот болатын күнде жетті.
Ағнұр үстіне жинақы, сұр түсті костюмін киіп, шашын тиіп, сот ғимаратына бет алды. Оның жүзінен байсалдылық пен ішкі беріктік білініп тұрды. Сот залына кіргенде Ағнұр Қайыржанды көрді. Ол 2 айдың ішінде тіпті жүдеп, үстіндегі киімі қыржым-қыржым болып, көзінің асты қарайып кеткен екен. Жанында анасы Нұржамал отыр. Қайыржан Ағнұрға кіріп келгеннен ақ жаутаңдай қарағанымен Нұржамал келініне өшпенділікпен оқ атып отырды. Судья істі қарауды бастады. Ағнұрдың заңгері сөз алып, екі жақтың бірге тұрмағанына, отбасылық қарым-қатынастың толықтай ыдырағанына, Ағнұрдың денсаулығына нұқсан келгеніне дәлелдер келтірді. Жауапкер, сіз талапкердің ажырасу туралы арызымен келісесіз бе? Деп сұрады судья Қайыржанға бұрылып. Қайыржан орнынан ақырым көтерілді. Дауысы дірілдеп, бұрынғы өктемдігінен тік қалмапты. Құрметті судья, мен ажырасқым келмейді. Мен әйелімді сүйемін. Бізде кішкентай түсініспеушіліктер болды, бірақ мен өзгеруге дайынмын. Маған тағы бір мүмкіндік беріңіздерші. Мен жұмысқа кіремін, бәрін реттеймін. Нұржамал да орнынан ыршып тұрып. Құрметті сот, бұл келін сәл қиындыққа шыдамай, баламның басын қатырып отыр. Түзеледі балам, татуластыруға уақыт беріңіздерсіздер, деп шу шығаруға тырысты. Судья Нұржамалды тәртіпте шақырып, Ағнұрға сөз берді. Талапкер, сіз не айтасыз? Жауапкер татуласуға мүмкіндік сұрап отыр. Екі ортаға татуласу үшін уақыт береміз бе? Ағнұр орнынан сабырмен көтерілді. Ол Қайыржанға да, оның анасына да бұрылып қараған жоқ. Тура судьяның көзіне қарап, дауысын нық шығарды. Құрметті судья, мен бұл адамға 1 рет емес, 10 рет, тіпті 2 жыл бойы мүмкіндік бердім. Соңғы рет 30 күн уақыт бөлдім. Ол кісі өзгергісі келмеді, және өзгермейді де. Менің денсаулығым, жүйкем мен өмірім бұдан ары азапталуға тиіс емес. Татуласуға 1 күн уақыт берудің қажеті жоқ. Менің шешімім уақытпен дәлелденген. Ол түбегейлі әрі өзгермейді. Мен бұл некеге нүкте қоюды сұраймын. Ағнұрдың мына суық, әр сөзі тасқа соғылғандай берік жауабынан кейін сот залында суық үнсіздік орнады. Судья Ағнұрдың жанарындағы шегінбейтін батылдықты көріп, заңгер ұсынған медициналық анықтамалар мен несие құжаттарына қайта көз жүгіртті. Некені сақтап қалудың мүмкін еместігіне көзі жетті. Арада жарты сағат өткенде судья шешімді оқып берді. Неке заңды түрде бұзылды. Сот залынан шыққанда сыртта қыстың ақ ұлпалы күні нұрын төгіп тұр еді. Қайыржан артынан жүгіріп шығып, Ағнұр, тоқташы, шынымен бәрі біткені ме? Деп жалынышты үнмен айқайлады. Ағнұр ақырын бұрылып, оған соңғы рет қарады. Бірақ бұл қараста ашу да, жек көрушілік те жоқ еді. Тек бейтарап суықтық бар болатын. Иә, Қайыржан, бәрі бітті. Енді өз жолынмен жүр деді де. Артына бұрылмастан батыл адымдап кете барды. Ол иығынан ауыр тас түскендей жеңілдеп қалғанын сезді. Бұл сот залындағы шешім оның бақытсыз өткеніне соғылған соңғы нүкте және жарқын, азат болашағына басылған алғашқы үлкен қадам еді. Сот залында қойылған соңғы нүкте Ағнұрдың өмірін түбегейлі өзгертті. Өткеннің ауыр жүгінен, бітпейтін депрессиямен, біреудің тағдырын сүйреу міндетінен құтылған әйелдің бойында бұрын соңды болмаған орасан зор қуат пайда болды. Ол енді өз уақытын, білімін және тапқан әрбір теңгесін тек өз болашағына жұмсауға мүмкіндік алды. Арада 10 ай өтті. Ағнұр сұлулық салонында жай ғана шебер болып қана қоймай, біліктілігін арттыратын халықаралық курстарды аяқтап, өз ісінің нағыз маманына айналды. Жиған тәжірибесімен үнемдеген қаржысының арқасында ол қала орталығынан шағын, бірақ өте шик стильдегі жеке визаж мен шаш сәндеу студиясын ашты. Ашылу салтанатына оған қиын сәтте демеу болған құрбысы Салтанат пен жаңа серіктестер келді. Студияның маңдайшасында Ағнұр сұлулық студиясы деген жарқыраған жазу тұр еді. Бұл оның еңбегі мен батылдығының жеңісі болатын. Ал Қайыржанның өмірі керісінше төмендей берді. Ағнұр кеткен соң, ол өзінің қауқарсыз екенін, анасының да оның орнына несие төлеп асырай алмайтынын түсінді. Дайын асқа үйренген ол, біраз уақыт пәтерақыны төлей алмай, ақыры ауылдағы анасының қолына көшіп кетті. Сонда ғана ол Ағнұрдың қадірін, өзінің қандай асыл жанды бағаламай, өз қолмен бақытын тепкенін ащы өкінішпен ұқты. Бірақ тым кеш еді. Шуақты күндердің бірінде Ағнұр өз студиясының кең терезесінен көшеге көз тастап, ыстық кофесін ұрттады.
Оның жүзінде шынайы бақыттың, ішкі гармония мен сенімділіктің күлкісі бар еді. Жанында әдемі гүл шоғы, алдында жаңа жобалар мен жоспарлар. Ол өзінің өткен жолына өкінген жоқ. Себебі сол ауыр сындар болмаса, ол өзінің ішкі күшін, еркіндіктің бағасын және өз-өзін сүюдің қаншалықты маңызды екенін түсінбес еді. Ақнұр енді ешкімге тәуелсіз, өз тағдырының толыққанды иесі, бақытты да азат әйел еді. Құрметті тыңдармандар, оқиғаның соңына дейін бізбен бірге тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Ал енді сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Ақнұрдың орнында болсаңыздар, не істер едіңіздер? Жалқау, еңбек етпей, дайынға үйреніп кеткен күйеуін кешірер ме едіңіздер? Әлде онымен бір жола қоштасар ма едіңіздер? Ойларыңызды пікірге жазып, өз көзқарастарыңызбен бөлісіңіздер. Егер бұл хикая жүректерімізден орын алып, ой салған болса, видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа әрі әсерлі оқиғаларды бірге тамашалайық. Әрқашан бақытты да бағалы болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.